Бағым 71 сабақ. Бас әріппен басталып жазылатын сөздер дейді. Бірінші аты өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Нұрсұлтан мен Алматы. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі. Нұрсұлтан мен Алматы. Еліміздің тіреуі. Екеуі жер жанаты, екеуі елдің қанаты. Егіз туған баладай Нұрсұлтан мен Алматы. Жер жанаты ең көрікті, жанға жайлы жер дейді мағынасы. Бұл жерде екеу Нұрсұлтан деген қазіргі Астанамыз, Астана қаласы. Алматы дегеніміз бұрынғы ескі Астана, Астанамыз болған қала. Оңтүстіктің астанасы болса, солтүстіктің астанасы, Алматы бәріміз білетіндей медеу мұз айдыны бар ол жерде. Алматының алмасы деп бекер айтпаған, Алматыны керемет жерлерін бәріміз білеміз. Өлеңдер не туралы айтылған дейді? Алматы мен Нұрсұлтан мен Алматы қаласы туралы айтылған, Екінші аты сөйлемдерді оқып, жер суаттарын теріп жаз. Жәнібек Нұрсұлтанда тұрады. Нұрсұлтан қаласы Есіл өзені бойында орналасқан. Ол демалыста Атырауға барды. Жайық өзені қаланы екі бөліп тұр. Адамдар өзенінен көпір арқылы өтеді. Жер суаттары қалай жазылған айт. Жер суаттары бас әріппен жазылады. Бұл жерде қараңыздар. Жәнібек деген адам аты, бұл бас әріппен жазылады. Нұрсұлтан, Есіл, Атырау, Жайық, бұлар жер суаттары, адамның аты, сол үшін бас әріппен жазылып тұр екен. Өйстіп көшіріп жазады екенсіздер. Енді бізде үшінші жаттығу. Берілген сөздердің ішінен қала аттарын теріп айт дейді. Қала, Тараз, ауыл, Семей, Қарағанды, Марғұлан, Іле, Ақтау дейді. Бұл жерде қараңыздар. Мен тұратын Тараз қаласы, Семей қаласы, Қарағанды, Ақтау, бұл батыста орналасқан, Мынау орталықта орналасқан, мынау шығыс Қазақстанда орналасқан, мынау оңтүстікте орналасқан екен. Сіздер балалар қай қалада тұрасыздар? Сол жайлы айтыңыздар. Мен Тараз қаласында тұрамын. Тараз ескі қалалардың бірі, Бұл жерде Іле өзені, ауыл деген сөз күш әріппен жазылып тұр. Қала, Ақтау деген қала, Бұл жерде Семей, Ақтау, Қарағанды, Тараз деген қаланың аттары бас әріппен жазылады екен. Марғұлан, Іле деген жер суаттары да бас әріппен жазылып тұр. Марғұлан деген адамның аты, Іле жер суаттары, Олар неліктен бас әріппен жазылған дейді? Бас әріппен жер суаттары бас әріппен жазылады. Адамның аты, Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.